Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің ашық сағат алаңында Zoom арқылы жарықтандыру жабдықтары өндірісінің ағымдағы жай-күйі және мәселелері бойынша кеңес өткізілді. Индустриялық даму комитетінің төрағасы Ильяс Оспановтың басшылығымен өткен жиынға Қазақстан машина жасаушылар одағы, заңды тұлғалар бірлестігі және отандық кәсіпорындардың өкілдері қатысты. Предложение такое. Вот вы комитет сейчас создаете, человека наймете, пусть он разработает алгоритм, четкий, понятный. Мы познакомим здесь с ребятами, которые мониторингом занимаются. Когда вы выявляете такие факты, если мы с рынка будем собирать, да, вот, с каждого предприятия, вот где он там пытался бороться и не смог, и это будет привязано конкретно к какому-то региону и акимату, тогда мы можем добавить эти ваши готовые данные. То есть эти данные уходят в администрацию президента, как рейтинг акима составляется, как он поддерживает предприятие. Это вот первый механизм. Бүгінде елімізде жарықтандыру жабдықтарын шығаратын 63 кәсіпорын тіркелген. Осы өндіріс ошақтары ағымдағы жылдың 8 айында 800 мыңнан астам жабдық өндірді. Қазақстанның жарықтандыру жабдықтары нарығы 2021 жылы 81,6 миллион ақш долларын құрады. Оның 79,9% импорт есебінен қамтамасыз етілді. Индустриялық даму комитетінің төрағасы кәсіпорын өкілдерін шығарылатын өнім номенклатурасын көбейтуге, жаңғырту жұмыстарын жүргізуге және өндіріс көлемін ұлғайтуға шақырды.